Құрметті жамаат, бүгінгі біздің уағызымыз, бүгінгі біздің сабағымыз, иншалла, осы Ханафи мазхабының дәлелдерінің ішінде Фатиха сүресін намазда оқу парыз ба, жоқ па деген мәселе айналасында болмақ. Яғни Фатиха сүресін оқымаған адам, оның намазы дұрыс бола ма, жоқ па? Фатиха сүресін оқу деген сөз, Фатиха сүресінен басқа сүрені оқымау, не оқумен тікелей байланысты. Яғни, біз намазда тұрып, Фатиха сүресінен басқа, мысалы, Ихлас сүресін айтайық, немесе Нас сүресін айтайық. Соны оқып, сонымен шектесек, біздің намазымыз дұрыс бола ма, жоқ па? Сол мәселеде болмақ. Біздің Садатуна Ханафия, рахимахумулла, Алла Таала біздің имамдарымызды алдына жарылқасын, намазда Фатиха сүресін оқу парыз емес деген. Бірақ уәжіп. Негізгі біздің басқа мазхабтармен кішкене түсініспеушілік болып атқан жағдай осы истилахаттарда, яғни осы терминдерді түсінуде. Парыз деген не? Уәжіп деген. Ханафи мазхабында парыз деген нәрселер ол Құранда тікелей, немесе хадистен яқини дәрежеде, қатаи дәрежеде дәлел бар нәрселер, солар парыз делінген. Намаздың ішінде өзіңіз білетіндей, бізде қираат, яғни Құранды оқу парыз. Бірақ Құранның ішінде қаншалықты оқу, қандай миқтарда, бір бет, екі бет, үш бет, немесе бір жол, екі жол, бір сүре, екі сүре, ол жайында парыздың ішінде ешқандай сөз қозғалмаған. Демек, Алла Таала Құран кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, фақрау ма таяссара мин. Құранның ішінден не жеңіл болса, соны өздерің оқыңдар деп бізге әмір қылған. Осы Құранды оқыған кезде бізге не жеңіл, соны жаттап, соны намазда оқимыз. Сосы миқдарда фардияттың, яғни фарыздың миқдары осы. Енді Фатихаға келетін болсақ, біздің ғұламаларымыз Фатиханы оқу, және Фатихадан басқа тағы бір сүрені парыз намаздарда қосып оқу, ол уәжіп деп бекітті. Енді осы уәжіп деген нәрсе басқа қазір жаңағы кейбір ақиларымыздың түсінігінде дұрыс түсінбей қалған. Оларда уәжіп пен фарыз деген екеуі бір нәрсе. Екеуін бөліп жаруға болмайды. Уәжіп деген категория жоқ дейді. Біз бар деп айтамыз. Мына нәрсе фарыз, оның бекітілген Алла Тағаланың кітабы бар, немесе қатқи дәрежедегі, мысалы, мутаватир хадистер бар, осылар ғана фарыз. Алланың кітабына біз еш нәрсе қоса алмаймыз, және еш нәрсе ала алмаймыз. Ал басқа дәрежедегі, одан да төмен дәрежедегі, бірақ машхур риуаяттарды біз бәрін жинап не дейміз? Егер олардың дәлелдері мықты болса, ол уәжіп дәрежесіне көтеріледі. Осы намазда Фатиха сүресі оқу, осы уәжіп категориясына кіреді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде егерде біз ла салата лиман ла яқра лам яқра би фатихатил китаб, егерде кімде-кім Фатиханы оқымаса, оның намазы болмайды дейді. Ла салат. Осы болмайды деген нәрсені хадисте келген, біз болмайды деген не деген сөз? Соны зерттей отырып, қарастырып көрейік. Бірінші, болмайды деген, мүлдем болмайды деген ең үлкен дәрежесі. Содан кейін ортанша дәрежесі бар, және ең төменгі дәрежесі толық мағынада дұрыс болмайды деген мағынада болуы мүмкін. Біз соны алдық. Басқа мысалы имамдар бірінші дәрежесін алды. Яғни, мүлдем болмайды, дұрыс болмайды. Яғни, бұл Фатиханы оқу парыз дәрежесінде. Біз айттық, жоқ олай емес. Ол болмайды деген сөздің ең төменгі дәрежесі. Яғни, толыққанды дұрыс болмайды.
жартылай дұрыс болады. Бір жері кем болады, көп жері кем болады, 3-тен 2-сі кем болуы мүмкін. Бірақ толыққанды 100% дұрыс болмайды деген нәрсе, ол осы хадистен сабит болмайды деді. Неге? Оған біздің өзіміздің дәлелдеріміз бар. Бірінші дәлеліміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Муслимда риуаят еткен хадисінде егер де кім намаз оқып, бірақ оның ішінде Фатиха сүресін оқымаса, оның намазы хидач, яғни кемістігі бар деп 3 рет қайталап айтқан. Фахия хидач, фахия хидач, фахия хидач. Басқа бір риуаятта ол нақис болады, яғни ғайр там. Оның ішінде толыққанды дұрыс болмайды, яғни толық дұрыс болмайды деген мағынада дәл осы хадис келген. Яғни егер Фатиха сүресі парыз болған жағдайда, бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендердің намаздарың мүлдем дұрыс болмайды деп айтады. Бірақ ол нұқсаны болса, демек бұл парыздың дәрежесінен кішкентай дәрежеде болса да төмен нәрсе деген сөз. Яғни біз Ханафи мазхабының белгілеп тұрған уаджиб деген категориясына кіреді. Ең үлкен ихтилафтар және мунахашаттар шығып жатқан жер осы. Біздің истилахаттарымызды басқа адамдардың дұрыс түсінбеуі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген басқа да хадистерінде бір нәрсені уаджиб дейді, бір нәрсені фарыз дейді. Сондықтан екеуінің категориясы бірдей деп ғалымдар бекіткен, хадиста айтқан нәрсесі. Бірақ фиқ жағынан қарағанда біздің истилахаттардың өзгешелігі, ол парыз деген бір нәрсе, сүннет деген екінші нәрсе. Арасында уаджиб деген үшінші нәрсе категория бар. Ол парызға жақын, оны қаза қылса қайттан оқыған дұрыс деген сияқты үкімдері парызбен бірдей дәрежеде тұр десек те болады. Алайда парыз емес. Түсініңіздер ғой, осы мәселені, осы нүктені иншалла есімізге сақтайық. Екінші мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі жаңа Алла тағалан Құранда бекіткен фақрау ма таяссара минху деген ибараты бар, табирі. Яғни дәл осы сөзді пайдаланып, ма таяссара деген етістікті пайдаланып, одан жеңіл қылынған нәрселерді, жеңіл болған нәрселерді деген табирді, яғни осы сөз тіркесін пайдаланған тағы бір хадисінде былай деген. Егер кім яғни бізге әмір қылынғанда Фатиха сүресін оқып, және одан басқа тағы бір сүрені оқыңдар деген. Бірақ ол қосымша тағы бір сүре ма таяссара минху. Ол да Құраннан жеңіл болған. Яғни хадисте Фатиханы оқыңдар, оған қосып тағы бір сүрені оқыңдар. Бірақ екінші сүренің артында ма таяссара минху минал Құран деген. Алдында хадисте Фатиха дедік, бірақ оның алдында ма таяссара минал Құран. Яғни осы сөз Фатихамен бірдей келіп тұр. Егер де кім Фатиханы оқымаса, және оған қосып тағы бір нәрсе оқымаса, Құраннан жеңіл болған. Оны біз не? Намаз дұрыс емес деп айтпаймыз. Басқа мазхабтарда сол. Фатиханы оқыса жеңіл дейді. Осымен болады дейді. Басқа мазхабтарда. Фатиха оқу жеткілікті. Бірақ олай болса, біз мына хадисті не істейміз? Бұл жерде де дәл сондай сөз тіркесі қолданған. Ма таяссара, Фатиханы оқы, және Құраннан басқа Фатиха сияқты жаңа алдында біз пайдаланған ма таяссара, саған жеңіл қылынған нәрсе, оны да қосып оқы. Бірақ осы хадисті алып, Фатихасы ғана парыз, қалған екіншісі парыз емес деу, біз үшін әсте дұрыс емес. Сосын біздің үшінші ең үлкен дәлеліміз, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп намаз оқиды қасында.
Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайттан оған намазыңды сен қайттан оқы дейді. Сөйтіп бірнеше рет жалғасады. Сосын ақырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған былай дейді: сен намазыңды оқығанда қыблаға қарап намазың дұрыс оқу тәртібін айтып шығады жаңадан басынан. Соның ішінде суммақра мәшит бимашит, сен Құранның ішінен нені қалайсың, соны оқы. Бимашит, сен нені қалайсың. Тағы бір риуаятта бұл хадис бимаша Аллах, Алла нені қалайды, соны оқы. Яғни Алла Тағала саған неге мүмкіншілік берді, соны оқы. Ол бір сүре болсын, екі сүре болсын, үш жолдан құралған кішкентай ғана сүре болсын, Бақара сияқты үлкен сүре болсын, оны айтпаған. Алла Тағала саған не жеңілдетті, сол бима шита, өзің не қалайсың, саған жеңіл қылынған нәрсе, соны оқы. Сонда намазың дұрыс болады. Демек, намаздың дұрыстығына Құраннан кішкентай болса да бір сүре жеткілікті деген сөз. Осы хадистен осы нәрсе бізге анық болып көрініп тұр. Енді тағы бір айтып кететін кішкентай нүктеміз бар. Ол, мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жамаатпен оқыған хадистерінде, жамаатпен оқыған намаздарында хадистерде келеді. Артынан біреу намаз оқыт, маған жағаласып кім намаз оқыт деген, имамның артында қырат, намаз оқу, Құран оқу дұрыс па жоқ па деген мәселеде. Соған айналып келгенде, оны бөлек жеке қарастырдық, тағы да қарастырып жатармыз. О жерде мен артымнан кім намаз оқыт, кім Құран оқыт деп сұрады пайғамбарымыз. Мені шатастырды. Яғни, осы хадистен келіп, көпшілік ғұламалар, мысалы Шафи мазхабынан басқа, біздің Малик мазхабы бар, жария намаздарда Фатиха сүресін, басқа да сүрені мүлдем Құран оқымасын, имамды тыңдап тұрсын деген қорытындыға келген. Демек, бұл Фатиханың оқылуы жамаатпен парыз емес деген сөз. Парыз деген не? Парыз болса ол жамаатпен де, жамаатсыз да істеліну керек еді. Біз намазда тұрғанда рукух қыламыз, сәжде қыламыз. Бірақ біздің қыраатымыз имамның қырааты. Сол бізге жеткілікті. Демек, бұл парыз дәрежесінен басқа. Уаджиб дәрежесіне, немесе ортақ бір дәрежеде бір нәрсе екеніне дәлел қылады. Қысқаша енді айтайын дегеніміз осы. Енді сабағымызды қорытындылай келіп, тағы бір жинақтап жіберейік ойымызды. Бізге айтылатын нәрсе. Фатиханы неге парыз қылып, міндетті түрде оқымайсыздар? Біздің мазхабта Фатиханы намазда оқуды парыз деп бекітпеген. Оған біздің беретін жауабымыз, біздің намазда Фатиха уажиб. Уажиб деген нәрсені сіздер түсінбейсіздер деп айтамыз. Өйткені сіздерде ондай категория жоқ. Уажиб деген нәрсе не? Уажиб нәрсе ол парызға кішкентай дәрежеде жете алмаған үкім. Неге? Өйткені ол Құраннан ашық, сәбіт күйінде бізге жетпеген. Құранда бекітілген бір нәрсе бар, оған қосымша қосылу болмайды. Одан бірнеңке алып тастасақ, ол да болмайды. Сондықтан біз бұнда үкімдерге бізді бір нәрсеге міндеттейтін басқа қосымша категория бар. Ол категория қандай? Сүннеттен үлкен, парыздан төмен, уәжіп деген. Осы Фатиханы оқу біздің мазхабта уәжіп. Енді уәжіп неге фарыз емес? Осынша жетпей тұрған қай жер? Соған тоқталайық. Бұл имам Муслимде риуаят еткен жаңа біз бірінші хадисімізде, егер де кім намаз оқып, оның ішінде Фатиха сүресін оқымаса, намазы не болады? Толық болмайды. Хидаж деген сөз, намазында бір нәрсе болмайды. Намазы мүлдем болмайды деп тұрған жоқ бұл хадисте. Бұл намазы нақыс, яғни кемшілігі бар, бүтін емес, толық болмайды деген мағынада келген бізде сахих хадис бар. Осы сахих хадистен біз алатын қорытындымыз қандай?
біздің алатын қорытындымыз Фатиха сүресі парыздан бір қадам төмен, бір саты. Ол уәжіп категориясында деп үкім шығардық. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір хадисі бар. Бір жаңа кісі келіп, араби намаз оқыған кезде оған айтты: сен қайтып оқы намазыңды. Намазың дұрыс болған жоқ. Қайтып оқы 3-ші рет, 4-ші рет. Ана кісінің өзі келіп: я Расулаллах, мен білмеймін, маған айтыңыз деген кезде, намаздың дұрыс болуының пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шарттарын айтқан. Соның ішінде не деген? Фақра, сен намаздан бима шит, өзің не қалайсың соны оқы. Оның ішінде сен міндетті түрде Фатиханы оқы, немесе Фатихаға қосып тағы бір нәрсе оқып тұрған жоқ. Ол жерде сен бима шит, тағы бір риуаятта бима ша Алла, сен өзің не қалайсың, немесе Алла нені қалайды, соны оқы деген. Оның миқдарын көрсетпеген. Ма таяссара мина, Құраннан не жеңіл, соны оқы деген. Осы хадисті алдық. Және үшінші біздің жаңа дәлеліміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер де кім Фатиханы оқымаса, яғни Фатихасыз намаз болмайды, немесе ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб, намаз Фатиханы оқуынсыз болмайды деген хадистерге дәл осындай такбир, Фатиханың оқылуынан басқа Құранның тағы бір сүресін оқу жайлы дәл осындай табирмен келген. Яғни сендер намаз оқыңдар, намазда Фатиханы оқыңдар, және ма таяссара минал Құран. Оған қосып, тағы да Құраннан басқа, оған қосымша тағы бір нәрсе қосып оқыңдар. Демек, Фатихадан басқа тағы бір нәрсе бізге не болып тұр? Міндет болып тұр. Пайғамбарымыз оны міндеттеу үшін, Фатиханы міндеттеу үшін қандай табир қолдан? Бұған да сондай табир қолданып тұр. Бірақ бұл хадисті ешкім алмайды. Тағы бір нәрсе оқу парыз деп. Тек қана Фатихаға байланып қалған көздері. Біз не дедік? Егер бұл жерде де дәл сондай сөз тіркесі пайдаланса, екеуінде бірдей дәрежеде міндетіп тұрады. Демек, ол парыз дәрежесінен басқа бір дәрежеге осыны түсіріп тұр. Ол қандай дәреже? Ол уәжіп дәрежесі. Сондықтан біз не дедік? Фатиха сүресінде оқу уәжіп, Фатихадан кейін қосып оған тағы да бір зам сүресін оқу, немесе зам сүресі болмаса басқа сүреден осы бір миқдарда басқа аяттардан оқу, ол да не? Ол да уәжіп деп бекіттік. Ал жаңа басқа мазхабтардың бізге айтатын, яғни бұл жерде Фатихасыз намаз дұрыс болмайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа бір сүрені айтқан кезде Фатиха уже ойында тұрады. Фатиха жаттауға ең жеңіл сүре деп айтады. Бірақ ол дәлелдерінің бәрі бізде, мысалы, Хазіреті Мулла Али Қари, үлкен біздің мұхаддис ғалымымыз, бұған не деген? Енді Фатиханы жаттауға қарағанда басқа сүрені жаттау бір адамға жеңіл болуы мүмкін. Мысалы, біздің қазақтардың қанша пайызы ықылас біледі, және қанша пайызы әлхамды біледі Фатиханы. Оны салыстырып қарасақ, ықылас білетін қарапайым намазхан болмаса да, бейнамаз адамдардың өзі, ықылас білетіндердің дәрежесі ықылас емес, Фатиха білетін адамдардың дәрежесінен саны жағынан көп. Демек, ықыласты жаттау біз үшін жеңілірек деген сөз. Бұдан жаңа Шафи мазхабында келтірілген олардың дәлелдері, яғни Фатиха ең жеңіл сүре деген нәрселер, ол кішкене бір жақтылық деп қарауға болады деп біздің ғалымдарымыз сондай бір тұжырымға келді. Өйткені жеңіл деген нәрсе әр ұлтқа, әр елдің тіл ерекшеліктеріне байланысты, жалпы жаттау қабілеттеріне байланысты. Арабтарға Фатиха жеңіл болуы мүмкін, бірақ қазақтарға ықылас жеңіл. Сондықтан бұл жерде нас, яғни Алла Тағаладан немесе оның пайғамбарынан толыққанды жаңағы қатғи дәрежедегі хадис келмесе, онда біз бұны парыз деп бекіте алмаймыз. Бұл парыз сияқты, бірақ одан бір кішкене саты төмен уәжіп деген сөз. Сүннеттен әлбетте жоғары уәжіп деген категория. Парызға өте жақын, бірақ парыз емес деп шештік.